Бәріне сәлем, Қазақстанның жас программистері. Бұл IT Powerlab арнасы. Бүгінгі видеода біз Unity'де кейіпкердің денсаулық деңгейі мен зиян келтіру жүйесін жасайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Алдымен иерархия кіріп enemy'ді таңдап, оның ішінен AirHand дегенді таңдаймыз. Ол ең астында орналасқан. Оны таңдап 3D Object Capsule жасаймыз. Енді капсулға Transform деген жерге мен берген мәндерді беріңіздер. Сосын капсулдың атын Damage Item деп өзгертеміз. Енді капсулда Mesh Renderer деген жерден галочканы алып тастаймыз. Ол көрінбеу үшін. Әрі қарай иерархиядан UI Element Text Mesh Pro жасаймыз. Атын Player Health деп өзгертеміз. New Text дегенді кетіріп 100 деп жазамыз. Инспекторда Font Size деген жерден 125 деп жазып, ыңғайлы жерге қоямыз. Настройки позицияға кіріп, Ctrl-Alt-ті басып, сол жақ төменгі бұрышты таңдаймыз. Енді Assets деген жерден біздің сценаны тауып, атын Levelға өзгертеміз. Assets деген жерден жаңа скрипт жасап, атын Player Manager'ді өзгертеміз. Оған кіріп, мен жазған скриптті көшіріп алыңыздар. Unity'ға оралып, дәл солай жаңа скрипт жасаймыз. Атын Damage Script деп қоямыз. Иерархиядан Create Empty жасап, атын Player Manager деп қоямыз. Енді оған Player Manager деген скриптті қосамыз. Player Health Text деген жерден Player Health'ді апарамыз. Енді Damage Item'ді таңдап, оған Damage Script'ті апарамыз. Енді ойынды қосып тексеріп көрейік. Бәрі керемет жұмыс жасап тұр. Өздеріңіз көргендеріңіздей каждый ударын 10 қыпынан алып тұрады. Және қыпы біткен соң ойын қайтадан басталады. Осымен видео аяқталды. Видео ұнаса лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода көріскенше.